Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен көрсен қызық арнасы. Достар, бүгінгі видеода TikTok туралы топ 5 өте қызықты сіз білмеген факттарды айтатын боламын. Ал ендеше бастаймыз. TikTok Apple App Store'да ең көп жүктелген бағдарлама. 2019 жылдың 1-тоқсанындағы жағдай бойынша TikTok бұл Apple App Store дүкеніндегі ең көп жүктелген бағдарлама. бір тоқсанда 33 миллион жүктеулер болған. Бұл дегеніміз TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp және Facebook дегендердің әлде қайда жоғары деген сөз. 2021 жылғы жағдай бойынша TikTok 155 елдің 141-інде қолжетімді. Ол дегеніміз 75 тілде де қолжетімді дегені. Мұндай тілдер әлем халқының көп бөлігін қамтиды. Бұл рас. Статистикаға сәйкес TikTok'тың және оның динамикалық қолданушылардың 58,8% әйелдер, ал қалған 41,2% ер адамдар екенін көрсетеді. Пайдаланушылардың жасы көбінесе 20-дан 29 жасқа дейінгілер. TikTok BitDenki компаниясына тиесілі сарапшылардың бағалауынша құны 100 миллиард ақш долларынан кем емес. Келіссеңіздер, бұл өте жоғары баға және TikTok'ты жақын арада біреуге сатылады деген күмәнді. 2020 жылға қарай TikTok Үндістанда 611 миллионнан астам рет жүктелді. Бұл әлемдегі жүктемелердің 30%-ын құрайды. Бұл ақштағы жүктеулердің жалпы санынан 2021 жылғы жағдай бойынша 200 миллион жүктеуден көп. Қолданбалар индустриясын зерттейтін Business of Apps агенттігі 2019 жылы пайдаланушының TikTok'та өткізген орта уақыты күніне 52 минутты құрайтынын көрсетті. Орташа алғанда пайдаланушылар қосымшаны күніне 8 рет ашады және оған 6-7 минут жұмсайды екен. Мінекей достар, видеода соңына келіп жетті. Достар, егер видео көңілдеріңізден шыққан болса, лайк пен подпискаларыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған мен, көрсен қызық арнасы. Ендеше жүздескенше қош сау болыңыздар. Сіздерге көп рахмет.